Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, оқушылар, ана тілі сабағымызды бастаймыз. Бүгін бізде 26-шы сабақ тасымал тақырыбы. Ережені қайталайық. Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады. Сөздердің тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша, яғни дефис қойылады. Мысалы, таз. Дәрігер деген сөзді дәрігер деп келесі жолға тасымалдаймыз. Немесе дәрігер деп бөлуге болады. Есімізге сақтайық. Біз ана тілі сабағында қазақтың салт дәстүрлерімен танысып жатырмыз, балалар. Өткен сабақта бесік жыры туралы айтқанбыз. Бүгінгі сабағымызда тұсау кесер жырымен танысамыз. Оқулығымызды ашып, 39-шы беттегі бірінші жаттығуға назар аударайық. Алдымен менімен бірге оқиық, сосын өзің қайталап оқи ғой. Тұсау кесер жыры. Қаз балам, қаз балам, тақымыңды жаз балам. Қадамыңа қарайық, басқаныңды санайық. Қаз балам, жүре ғой, балағыңды түре ғой. Тай құлын боп шаба ғой, озып бәйге ала ғой. Ауыз әдебиетінен. Балалар, өлеңде кездесетін балақ деген шалбардың тізеден төменгі жағы. Балалар, өлең не туралы? Дұрыс айтасыңдар, тұсау кесер туралы, Неліктен тұсау кесер жыры деп аталған білесің бе? Өте жақсы. Ал енді бұндай өлеңді қай уақытта айтатынын білесің бе сен? Дұрыс айтасың. Кішкентай сәби жасқа толып, аяғына енді тұрып, қаз баса бастаған уақытта ата-анасы ақ жол төсеп, аяғына ала жіпті байлап, тұсауын кеседі, және тұсау кесер жырын айтады екен. Тұсауды ширақ, шапшаң, пысық адам кеседі. Ұл баланыкін ер адам, қыз баланың тұсауын әйел адам кеседі. Есіңде сақтап біле жүр. Ал сенің тұсауыңды кім кескенін білесің бе? Ата-анаңнан сұрап біле ғой. Екінші жаттығуға назар аударайық. Бізге 2 қатарға буындар берілген. Осы буындардан сөз құрап айта ғой. Кім жылдан болады екен? Тездетіп құрап көрейік. Қане? Да, ла, қа, ла, к, тап, дәп, тер, қазақ. Өте жақсы. Сенде де барлығы дұрыс шыққанына сенімдімін. Келесі бетті ашамыз. 3-ші жаттығуда өлеңді жұмыс дәптерімізге көшіріп жазамыз. Көшіру уақытында ережені сақтаймыз. Өлеңді бірінің астына бірін бас әріптен бастап, тиісті тыныс белгілерін қойып, жол сызықтарынан шығармай әдемі етіп жазамыз. Қане? Бір оқып шығайық. Қаз баса ғой қарағым, құтты болсын қадамың. Өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер. Балалар, өлеңде өмірге, асулардан деген сөздер қарамен жазылған. Осы сөздерді жасыл дәптерімізге қалай тасымалдауға болатынын бөліп жазамыз. Дәптермен жұмыс дәптеріміздің 27-ші бетіндегі берілген тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырмада Т әрпінің бас және кіші әрпін көркем етіп жол соңына дейін жазып шығамыз. 3-ші жаттығу деп тұрған жерге жаңағы оқулықтағы 40-шы беттегі өлеңді көшіріп жазамыз.
және соңғы шығармашылық тапсырма жұмбақты аяқтап жазып, шешуін астындағы тор көздің ішіне жазамыз. Ана тілі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.